Өзіміздің сүйсініп жейтін қарбыз туралы көптеген мәлімет біле білмейміз. Және де бүгін қарбыз туралы мәлімет алу үшін 10-шы сынып қарбыздың қонаққа шақырдық. Сәлеметсіз бе, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз? Қарбыз асқабақ тұқымдасына жататын бір немесе көп жылдық өсімдік. Қарбыз дөңгелек, төрт бұрышты, үлкен, кішкентай және қызыл, сары, қызғылт және тіпті қара болады. Қызыл түсті қарбыздарымыз ол біздің сыныбымыздың оқу озаттары. Атап айтатын болсам, Берікқали Амел, оқу үздігі, қызыл аттестат иегері, Серікбаев Нұрбол, Ержанқызы Назерке және Шайзада Толғанай. Сирегірек ақ қарбыздар, олар біздің мектебіміздің белсенділері. Медетбекова Зере, мәдениет министрі, Сапарғали Шыңғыс, Тоқтарбек Нұрбек, Камел Диас сынды оқушыларымыз мектепте және мектептен тыс іс-шараларда белсенді атсалысады. Ал сарғыш қарбыздар, ол біздің сыныбымыздың спортшылары. Атап айтатын болсақ, Базархан Бағдәулет, Аянұлы Бекжан, Мадетбаев Ердәулет және Жетісу футбол клубының мүшесі Маратұлы Димаш. Қарбыздар тек домалақ болмайды ғой, төрт бұрыш қарбыздар қалай істейді? Дұрыс айтасыз, қарбыздардың пішіні әртүрлі болуы мүмкін. Алғашқы төрт бұрыш қарбыздар 30 жыл бұрын Жапонияның Сикоку аралындағы Кагава префектурасында өсірілді. Бұл үшін қарбыз түйіні теннис добының көлеміне жеткенде, оны мөлдір қорапқа, төрт бұрышты шыны немесе пластик ыдысқа салу керек. Біздің сынып осы қарбыздар секілді әртүрлі болғандықтан, біз сынып жетекшімізді түрлі пішінді қарбыз жасайтын фермер деп алғымыз келеді. Біздің сынып жетекшіміз Төлеутай Ерсін Алтайұлы, алгебра және геометрия пәнінің мұғалімі, мектебіміздің 2020 жылғы үздік сынып жетекшісі, біздің 6-шы сыныптан келе жатқан сынып жетекшіміз. Осы уақыт аралығында біздің талай дарындылығымызды ашып, мінез-құлқымызды қалыптастыруға үлкен көмегін тигізді. Ал басқа елдерде қарбыздарға қалай қарайды екен? Вьетнамда қарбызға қатысты қызықты дәстүр бар. Олар вьетнамдық жаңа жылды тойлау барысында дастарханға міндетті түрде қарбыз қояды. Қарбыздың қызыл түсі сәттілік әкеледі деп есептеледі. Сол сияқты біздің сыныбымызды үлкен жетістіктерге жеткізіп жүрген оқушыларымыз да бар. Солардың ішінде Сапарғали Шыңғыс менің отанымның шағын символы атты байқауға қатысып, 2-ші орын иегері атанды. Сонымен қатар Маратұлы Димаш дарынды оқушылар арасындағы Ақберен қалалық өнер байқауының бас жүлде иегері атанды. Және тағы да басқа жетістіктеріміз бар. Барлығымыз тек іші қызыл болып келетін қарбыздарды ғана білеміз. Алайда сары қарбыздар да кездеседі. Олар қарапайым қарбыз бен жеу мүмкін емес жабайы сары қарбыздың шағылысуы нәтижесінде пайда болған. Қазір Испания мен Таиландта өсіріледі. Және ол кәдімгі қарбыздан 2 есе қымбат тұрады. Өйткені сары түс алтын мен байлықты білдіреді. Сол сияқты біздің сыныптың оқушылары біліммен қатар қоғамдық жұмыстарға, спортқа өте белсенді. Қарбыздан көптеген дәмді әрі пайдалы тағамдар жасауға болады. Сол сияқты біз де қазіргі өмірімізді түрлі дәммен әзірлеп жүрміз.